Достар, ассалаумағалейкум. Қазақстан емес штрафсан болып кетті. Неге десең, мына видеоға, аудиоға назар аударыңыздар. Каждый аудан, точнее каждый участковый пункт бір 200 хаттама толтыру керек. Осы бойынша бақылауға алдыңыздар. Ендігі аппараттық кеңесте именно осы сұрақты қойылады. Ол сұрақ бойынша мен баяндаймын. Целый начальник МПС Жамбыл облысының бір күнде 200 протокол салыңдар деген команда беріп жатыр. Егер ол есепке аламыз, бір күнде 200 протокол минимальный болса, бір аудан, бір район, Меркенский район, Луговской район, Қордай, басқа да аудандар бар, сол сияқты. Енді бір күнде 200 протокол болатын болса, ол бір айдың ішінде 6000 протокол, бір жылға есепке алатын болса, 72000 протокол салыну керек. Бұлардың командасы бойынша. Құрметті әріптестер, бүгін бәрін аппараттық кеңеске қатыстыңдар. Естідіңдер, 434 бап бойынша әр учаскелік инспектор күніне бір хаттама толтыру керек. Одан бөлек 440 бап, каждый участковый пункт бір 200 хаттама толтыру керек. Органы второй смены всем активизируют работу. Менее 5 протоколов на каждый экипаж. Не менее по 5 протокол каждый экипаж дейм? Оны бірақ учаскелік инспекторлер наразы болғаннан кейін жаңағы патрульный полицияда халыққа олар қатты сондай қанау жасай алмаймыз дегеннен кейін сол аудионы бізге жіберіп жатыр. Өздерінің чаттарында жіберілген, руководстводан между собой жіберген чаттарындағы голосовойды бізге жіберіп жатыр. Инспекторлер не үшін жібермейді? Не үшін халық полицияны жек көреді? Осы үшін жек көреді. Искусственно қолдан жасалынады. Меркенский районда население 85 000 адам бір районда. А сен 72 000 протокол салу керек. Сонда қарттары, шалдар, үлкен кісілер ғана протокол алмайды. А қалғандар барлығы каждый бір протоколдан алу керек бір жылдың ішінде. Енді ойлай бер, ол қандай өмір нарш етпейтін болсаң қалай? Сонда бәлездеп кеп толтыра ма, нан биттің, нан былай істедің деген сияқты. Енді білмеймін, статистика дегенді сәл алып тастау керек. Бұрыннан бері шырылдап жүрмін.